Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін осындай шоколад қосылған американский печенье пісірем. Өте дәмді болып шығатын печенье. Балдардың жақсы көріп жейтін печеньелері. Құрамында шоколад бар. Жасалу жолын білгілеріңіз келсе, видеомды соңына дейін қарауларыңызды өтінемін. Ол үшін бізге шым-шым тұз қостым, 100 грамм қант қостым, 100 грамм сары май қостым. Рецепт бойынша бір жұмыртқа қосу керек. Негізінде бір үлкен жұмыртқа қосу керек. Мен жұмыртқаларым майда болған соң 2 майда жұмыртқа қостым. Осының бәрін араластырамыз. Әбден дұрыстап араластырып, толық рецепт описаниеде болады. Енді ұн қосамыз. Ұнды мен алдын ала електен өткізіп алғанмын. Өлшеп салам 200 граммдай. Рецепт бойынша 200-220 граммдай ұн қосу керек. Одан артық қосып керек емес. 1 шай қасық разрыхлитель қосам. Қасықтың ұшымен ас содасын қосам. Осының бәрін араластырып, қамыр илейміз. Қамырымыз жұмсақ болады, сәл жабысқақтау болу керек. Қатты болмау керек қамыр. 100 грамм шоколад қостым. Менде капелька шоколадтары. Плитка шоколадын қоссаңыз да болады, майдалап турап. Қамырыңыз қатты қолға жағысы батса, 120 граммдай ұн қосып жүрсеңіз де болады. Қамырларымызды өстіп бөлшектерге бөліп қоямыз. Мен газдың духовкасында пісірем. Пергаменттің үстіне қойып отырмын. Алдын ала пешімді қыздырып қоям. Қызып тұрған пеште 170 градуста 25-30 минуттай пісіріп аламын. Бірақ әркім өз духовкасына қарай пісіреді. Мен духовкам жай пісіреді. Міне пісіп шықты. 30 минутта пісті мен печеньелерім. Мен видеом ұнап жатса, лайк басып, каналыма жазылмаған болсаңдар жазылып кетіңіздер. Видеомды соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Қош сау болыңыздар.